Баршаны сәлем достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге тағы да хайп проекттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Назарымызда SDT деп аталады. Бұл жақта бірінші бізге регистрация өту керек. Сілтемесі описаниеге қалдырып кетемін. Өзіңіздің логиніңізді жазасыз, одан пароль ойлап табасыз, регистрация деген басасыздар. Хайп проект дегеніміз, яғни сіз өз ақшаңызды сала отырып, ол жақта күнделікті табыс алып отырасыздар, яғни дивиденді. Соның арқасында сіз плюсқа шығатын боласыз. Біріншісінде сіз окупаемость болады. Мысалы ретінде айта кетейік, $10 құясыздар, 10 доллар сіз күнделікті $1 алып отырасыз, 10 күн окупаемость болады, яғни сіз құйған ақшаңызды проекттен обратно алатын боласыздар. Одан кейін сіздер уже даже егер де проект істеп отыратын болса, онда күнделікті $1 уже плюс просто қалтаңызға түсіп отыратын болады. Тамшыдан кәдімгідей көл жиналатын болады. Сондықтан достар, егер де бұндай проект, бұндай жобалар сізге қызықты болса, онда арна тіркеліп кетіңіздер. Өйткені бұл арнада тек қана осындай хайп проектілер, инвестиционный проектілер жайлы сіздерге көрсететін боламын. Менің басты мақсатым сіздерге осы алдыңғы видеороликте айтып кеткен болатынмын. Қазір сізде 178 USDT бар. Бұл жақта $2200 жеткізу. Бұл осы хайп проектілер арқылы, интернет арқылы табыс жолдары. Жақсы, кеттік. Так, бұл жақта бізге тоже VIP статус сатылу керек. Мен бұл жаққа $10 бөлдім өзімнің счетымнан. Қараңыздар, Home'ға кірейік. Бұл жақта мына список бойынша көрсетілген. VIP 1-де $10 минимальный пополнение, и күнделікті сіздер $1.50 алып отыратын боласыздар. Мына жақта мысалы $40 қойсаңыздар, $6 күнделікті алып отырасыздар, 15,5% құрайды екен дивиденд ретінде. Жақсы, мысалы мен $10 құйдым. Енді мына жақта $10 жалпы қалай құю керектігін айтып кетейін. Recharge деген түймені басамыз. Одан кейін осы адрес кошелекқа сіз $10 жоғары құятын боласыздар. Оны сіздер Binance или Bybit деген сияқты биржалардан құятын боласыздар. Екіншісі біз ортаға кіреміз. Одан кейін мына жақта обратный счетчик жүріп жатыр. Осының үстін басамыз. И басқан кезде маған $1.50 түсті деп тұр. Уақыт біткеннен кейін мен тағы да баса отырып табыс алсам болады достар. Енді аккаунттен кіремін. Бұл жақта қалай ақша шешу керектігін көрсетіп кетейін. Withdraw деген түймені басамын. Мына жақта select withdraw деген, яғни өзімнің кошелегімді таңдаймын. Добавить етемін, точнее, add деген басамын. 320. Спасибо. Енді артқа өтеміз. Мына жақта банк кошелекті таңдаймыз. Withdraw amountқа бізге $1.50 деп жазамын. Паролім сохранить етеміз. Confirm деген түймені бар. Выводқа запрос кетті деп тұр. Енді бұл жақта сіздерге плюс салымсыз түрде қалай ақша табуға болатын жолын көрсетіп кетейін. Ол үшін бұл жақта бізге TIAM деген бөлімге өтеміз. Бұл жақта сеточный партнерская программа бар. Біріншісі левелда 11% екен, екіншісінде бізде 4%, үшіншісінде бізде 1% құрайды екен. Өзіңіздің жеке сілтемеңізді алу үшін мына адресқа төмен жақта ала аласыз. Мен достар, шығарған ақшамыз сәтті келіп түсті. Тағы да сұрақтарыңызды комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен мен Әлібек, келесі көріскенше.